Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан. Бүгін сіздермен фунчоза салатын жасайтын боламыз. Менің видеомды соңына дейін көріңіздер. Бізге фунчоза саласына ең алдымен ет керек, содан кейін қияр керек, және де сәбіз керек, бір қызанақ, және де перецтер керек, яғни бұрыштар, және чеснок, кунжут керек, содан кейін соевый соус, және фунчоза салатына арналған приправа, және де көксөктің әртүрлі түрін қоссаңыздар болады. Ең алдымен біз енді етті турап аламыз. Етімізді соломка қылып турап алсақ болады. Етімізді жіңішке қылып тураймыз, осындай соломка қылып, яғни тез пісу үшін осылай жіңішке қылып тураймыз. Осылай көріп тұрғандарыңыздай осылай майда қылып тураңыздар. Біз қиярымызды алып, бұны да осылай қылып турап аламыз. Соломка ретінде турап аламыз. Сәл үлкендеу қылсаңыздар болады. Осылайынан турап аламыз қиярымызды. Видеодағыдай турап алыңыздар. Қиярымыздың еті дайын. Сәбізімізді күштен өткіземіз. Су қосып қылып, сәбізімізді күштен өткізіп аламыз. Сәбіз. Біз бұрыштарымызды турап аламыз, майдалап, соломка қылып. Жіңішке қылып турап аламыз. Бұрышымыз дайын. Біздер көк пиязымызды турап аламыз. Майдалап, көк пиязымызды турап аламыз. Одан кейін біздер чеснок кетеді, сарымсақ, одан 3 дана жетеді. Бұны да майдалап, жақлап турап аламыз. Чеснокты да. Етімізді қуырып аламыз. Біз қызып тұрған майға етімізді жақлап қуырып аламыз. Қызарғанша қуырып аламыз. Қатты қызару керек. Содан кейін дәмдегіштердің бәрін қосамыз. Және осы етімізге кристалды тұздарымызды қосамыз. Тұз қосамыз, содан кейін тұзымызды дәміне қарай қосасыздар. Әркім әрқалай. Маған кішкене тұзы күштіе болғаны ұнайды. Содан кейін біз келесі соевый соусымызды қосамыз. Ары қарай соевый соусымызды қосамыз. Өте керемет дәм береді соя соусы. Осылай қосып аламыз. Енді жақсылап араластырып, тағы да еттің қызарғанын күтеміз. Мінекей осылай жақсылап еті қуырылып пісіп жатыр. Енді кішкене күн қосып жіберсеңіздер де болады. Қазір қызарып піскеннен еті жақсылап пісу үшін кішкене күн қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған майға біз мына кунжутымызды қуырып аламыз. Сонда бұл фунчоза салатының дәмін келтіреді. Достар, кунжутымыз осылай қызарғаннан кейін бұны қосуға болады. Енді біздің осы етіміздің үстінен сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді қосып араластырып шығамыз. Араластырып шығамыз. Осылай араластырып шығамыз. Одан кейін балдар бұрышын қосамыз. Оны да екеуін бірге 5-10 минуттың көлемінде қуырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді біз фунчозаны алып, үстіне ыдысқа салып, үстінен қайнақ суды құямыз. Сөйтіп 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді бұны фунчозамыз дайын болды. Енді бұны суық сумен жуып, топырақпен жуып аламыз. Енді осы дайын болған фунчозамызды қашымен кесеміз. Кухонный қашымызбен ұзын болып кеткен фунчозамызды мұздап кесіп аламыз. Енді мына неміз саламыз. Дайын болған етімізді. Дайын болған етімізді саламыз. Енді бұны араластырамыз. Енді огурцымызды саламыз. Қиярымызды саламыз. Қызанағымызды саламыз. Араластырып. Енді көксөзімізді саламыз. Bunu da жақсылап араластырып аламыз барлығын.
Енді оның бетіне қуырылған кунжутымызды себіп, соңында кунжутымызды себеміз. Bunu da жақсылап енді араластырамыз. Сонымен біздің фунчоза салатымыз дайын болады. Енді біз осы салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Фунчоза салатымыз дайын болды. Енді bunu ыдысымызға салып, дастарханға қойсақ болады. Фунчоза салат дайын.